бір ерме ұлтқа айналдық. Өзбекпен көрісе отырсақ өзбекше сөйлейміз, орыспен көрісе отырсақ орысша сөйлейміз, қытаймен көрісе отырсақ қытайша сөйлейміз. Талғам жоқ. Бағанағы өзіңді өзің сыйласаң жат жанынан түңілсің деп отырған қазақ өзін өзі сыйламайды. Егер өзін өзі сыйлаған болса, 30 жылда мемлекеттік тілді өз орнына қондыратын еді. Тіпті мемлекеттік тілді біз өз-өзімізді сыйламауымыздың кесірінен мемлекеттік тілді мемлекет түгіл мектебімізді орнатамадық. Дәл осы ілеспелігімізден әлемде мына дүние жақсы деген бір ақпарат болса, соған қарай тұтас жұрт боп ағыла кетеміз. Оның пайдасы ма, зиянын кім қаншалық көрді, зерттемейміз. Әйтпесе, бұндай ермелік болмаса, адам өзінің ана тілін үйренбеген 5 жастағы баласын ағылшын тілі курсына апарып жаздырмайды. Ол 3 тілді 5 жастағы балаға 3 тілді оқыту әлемде ешкімде болмаған стандарт біз жасап алдық. Неге? Біздің бір әлемде ойбай ғылым тілі орыс тілі болды деді, кезінде орыс тіліне қылды, көшті. Енді ғылым тілі ағылшын деп еді, ойбай біз ағылшын. 3 тілдікке байланысты бір ғана дүние айтқым келеді. Адамның ойлау тілі деген болады. Адамның сөйлеу тілі деген болады. Адамның ойлау тілін ешкім өзгертуге қақысы жоқ. Ол өзінің ана тілінде қалыптасу керек. Егер адамның ойлау тілі қалыптаспаса, ол дүбәра болады. Біз баланың ойлау тілін не шапқыншылық жасап жатырмыз? Өзінің ойлау тілі қалыптаспаған кезде оған апарып екінші, үшінші тілдерді тықпалап жатырмыз. Ол қылмыс.